Саламатсыздар ма әріптестер? Сіздерге мен дене шынықтыру пән мұғалімдеріне дене дайындығы журналын қалай толтыру керек күнделік кезетте соны қазір көрсететін боламын. Ол дене дайындығы бойынша дене шынықтыру пән мұғалімдерінде сыныптарда жылына 2 рет алатын жоспарлы нормативтері бар. Яғни оған өтуіміз үшін мектеп, журналдар, журналдар дегенді басқан кезде сіздерде сыныптар, күнтізбелік жоспарлау және дене дайындығы журналы ашылады. Дене дайындығы журналы дене дайындығына өткен кезде сыныпты таңдауы көрсетіледі. Сіз өзіңіздің қалаған сыныбыңызды таңдап аласыз. Осы жерден қарап шығу деген батырманы басасыз. Қарап шығу батырмасын басқан кезде сіздерде оқу жылының басталу күнінде және оқу жылының аяқталу күнінде 2 кесте толтыру мүмкіндігі ашылады. Яғни оқу жылының басталуы. Мына жерде қарап отырсаңыздар, мына жерде блокировка тұрады. Яғни жазу мүмкіндігі берілмейді. Жазу мүмкіндігі мына жерде 30 метр, 60 метр, не 100 метр жылдамдықты көрсетесіздер. Яғни жылдамдықты көрсетесіздер. Жылдамдықты болғанда қашықтықты көрсетесіздер. Яғни 100 метр қашықтықты қанша минут, қанша секундта өтті. Яғни соны көрсетесіздер. Яғни 10 минут 30 секунд деген сияқты. Арғарап қолдың килограммы дейді. Қанша килограммға дейінгі көтерілген килограммды көрсетесіздер жалпы. Сол қол, оң қол, одан кейін орыннан ұзындыққа секіру. Яғни бір орыннан ұзындыққа секіру. Яғни 1 метр, 2 метр аралықты жалпы көрсетесіздер екенсіздер. Яғни 1 метр болатын болса, осылай. Егер 1-де 2, 1,5 болатын болса, өтір қойып, 1-де 5 деп көрсетесіздер. Яғни 1-де 5 метр, 1,5 метр деген сөз. Яғни тығыз допты лақтыру жалпы 1 килограмм допты лақтыру метрді көрсетесіздер. Мысалы 50 метрге лақтыру мүмкін деген сияқты. Тартылу, ұлдар, қыздар кестесі шығады. Ол әр мына қатарда мысалы бірінші бала, ұл бала неше рет тартынды? 28 рет тартынды. Солай көрсетіледі. Ал енді дене тәрбиесі бойынша мына жерде бағалау жүргізіледі. Бағалау жоғары. Орта дейді, орташадан жоғары. Және де мына жерде нормативтерді көрсетейін мен осы бағалау бойынша. Жоғары, ортадан жоғары және орташа, ортадан төмен, төмен деген нормативтер бағаланады екен. Жалпы сіздер бұл нұсқаулықты мына жерден көре аласыздар. Журналды толтыру бойынша ескертпе бар. Осы ескертпеден арғарап толтыруларыңызға да болады. Яғни мына жердегі белгіленген нормативтер сіздердің өздеріңізге дене шынықтыру пән мұғалімдеріне белгілі. Яғни осы норматив бойынша жоғары болатын болса Ж әріпі, ортадан жоғары болатын болса ОЖ, ал орташа болатын болса О, және де төмен болатын болса, ортадан төмен болатын болса ОТ дейсіздер. Ал мүлде төмен болатын болса Т деп көрсетеді екенсіздер. Түсініңіздер ме? Жалпы бағалау дене тәрбиесін дайындау жағдайының бағасы осылай көрсетіледі екен. Осы бұл бастапқы бірінші норматив болса, екінші норматив. Екінші нормативті оқу жылының аяқталу күні деген бассаңыздар, осы жерден ашып толтыра бересіздер. Жалпы ол да жылдың бастапқысы мен аяқталу кестесі бірдей. Ал енді дене тәрбиесінің толтыру
болғаннан кейінгі жалпы қағаз бетке басып шыққан кездегі үлгісі мынандай. Яғни медициналық топ, жаңа метр арақашықтық, 30, 60, 100 метрге жүгіру, қолдың күші оқу жылының басында және оқу жылының аяғында. Так, мына жерде көрсетілгендей доп тығыздығы, допты лақтыру ол 1 килограмм доп, өзі көрсеткенде. Тартылу ұлдар, қыздар, яғни бұл журналдың өзінің қағазға басып шыққан кездегі үлгісі. Ал енді медициналық топтар, бірінші топ, көріп отырғандарыңыздай, сау бала, бірінші топтағы группа 1-дегі ол сау бала құрамына жатады екен. Ал енді ол бұл жердегі мәліметті сіздер толтыра алмайсыздар. Ол мәліметті жалпы сынып жетекші және әкімшіге рұқсат етілген. Әкімшіге олар сол оқушының мәліметтерін толтырған кезде денсаулық жағдайын көрсетіп кетеді. Яғни ол дене шынықтыру сабағына жарамды немесе жарамсыз, денсаулық жағдайы қандай топқа жататыны нақты көрсетеді. Яғни мына жерде 1-ден 5-ке дейінгі топтар аралық көрсетілген. Осы топтардың біріне жатқызады. Оны жаңағыдай сынып жетекші немесе мектеп әкімшілігінен тиісті. Так, журналды толтыру, бұл жерде көрсетіп отқандай әкімші, дене тәрбиесі мұғалімі ретінде кестені тағайындау бойынша және үй тапсырмасы және бағалау редакторларын жүргізе алатын және сынып жетекшіге рұқсат етілген. Жалпы осы дене шынықтыру, дене дайындығы журналын толтыру жүйесі. Яғни мына жерден қарап отырсаңыздар, журналдың толтыру көрсеткішін көрсеткен. 30 метрге 3 минут 10 секундта, келесі оқушы 5 минут 0,1 секундта деген сияқты. Мынау килограмм, көтеру килограммы, неше рет көтерген килограмм ретінде қосып отыру. Так, енді мынау 1 метр, 1,2 метр деген сияқты. Тығыздықты лақтыру 12 метрге дейін және 15 метрге дейін. Тартылу 38, 29 рет тартылу деген сияқты. Жалпы осылай толтырылады толтыру жүйесі.